Korинфлилерге жазылған бірінші хат. Бірінші бап. Құдайдың қалеуі менен Масих Исаның елшісі болуға шақырылған мен, Павелден, һәм туысқанымыз Состенистен Коринф қаласындағы Құдайдың жамаатіне сәлем. Біздер бұл хатты иеміз Иса Масихтың атын һәмме жерде айтып шақырушылардың һәммесі менен бірге Масих Иса арқалы мұқаддес қылынған һәм мұқаддестер деп аталған сіздерге жазып атырмыз. Иса Масих олардың да, біздердің де иеміз. Әкеміз Құдай һәм иеміз Иса Масих сіздерге мейірім һәм тынышлық берсін. Құдайдың Масих Иса арқалы сіздерге берген мейірімі себеплі, сіздер үшін Құдайыма бархолла шүкірлік білдіремен. Өйткені сіздер Масихпенен қатынас жасағанлықтан әр тәріплеме бай болдыңлар. Әсіресе Құдайдың сөзін айтуда шешен һәм әр қилы білімге ие болдыңлар. Біздердің Масих Иса хақында гуалығымыз сіздердің өміріңізде осылай тасдиқланды. Солай етіп, сіздер ешқандай рухи сыйдан кемшілік көрмей, Масихтың қайта келуін інтизарлықпенен күтесіздер. Иеміз Иса Масих келетұғын күні айыпсыз болуыңыз үшін Құдай сіздерді ақырына дейін беккем қылады. Сіздерді өз ұлы иеміз Иса Масихпенен қатынаста болуға шақырған Құдай садық. Туысқанларым, иеміз Иса Масихтың атының билігі менен ескертемен. Һәммеңіз ауызбіршіліклі болыңлар. Араңызда бөліну болмай, бір ой һәм бір мақсатпенен бірлесіңдер. Себебі туысқанларым, Хлоистың үй ішіндегі адамлардан араңызда тартыслар бар екенін білдім. Менің айтажағым мынау. Сіздер, мен Павелге тиіслімен, мен Аполлосқа тиіслімен, мен Кифаға тиіслімен, ямаса мен Масихқа тиіслімен деп айтып жүрген құсайсыз. Масих бөлінді ме? Сіздер үшін атанақ ағашқа Павел шегеленіп беді? Сіздер Павелдің аты менен суға шомылдырылған ба едіңіз? Мен сіздердің араңыздан Криспус пенен Гaiустан басқа ешкімді суға шомылдырмағаным үшін Құдайға шүкірлік етемен. Сонлықтан ешкім менің атым менен суға шомылдырылдым деп айта алмайды. Рас, мен тағы Степанның үйі ішіндегілерді де суға шомылдырдым. Бұлардан басқа және кімдерді суға шомылдырғанымды есіме түсіре алмайман. Масих мені суға шомылдыру үшін емес, ал қош хабарды жариялау үшін жіберді. Масихтың атанақ ағаштағы өлімі ақымиетін жойтпауы үшін мен қош хабарды дана сөздерге тикарланбай жарияладым. Масихтың атанақ ағашы хақында сөздер набыт болатұғынлар үшін ақмақлық. Бірақ құтқарылатұғын біздер үшін Құдайдың құдіреті. Өйткені мұқаддес жазуда Құдай былай деген: Даналардың даналығын жоқ етемен, ақыллы адамлардың ақылын босқа шығараман. Олай болса, дана адам қане? Алым қане? Әзіргі заманның ойшылы қане? Құдай дүнияның даналығын ақылсызлыққа айландырмады ма? Себебі дүнияның өз ақыл даналығы менен Құдайды білмеуі Құдайдың даналығы бойынша болды. Сондықтан Құдай сенген адамларды біздердің ақылсыз деп саналған уазымыз бенен құтқаруды мақұл көрді. Яһудилер караматлы белгілер көрсетуімізді талап етеді. Греклер уазымыздан даналық ізлейді. Бірақ біздер атанақ ағашқа шегеленген Масих хақында жариялап атырмыз. Яһудилер үшін бұл тосқынлық болады, ал басқа миллетлер үшін ақылсызлық болып көрінеді. Құдай тарапынан таңланғанлар үшін болса, ол я Яһуди болсын, я грек болсын, атанақ ағашқа шегеленген осы Масих
Құдайдың құдіреті һәм оның даналығы. Өйткені Құдайдың ақылсызлығы адамның даналығынан анағұрлым үстінірек. Құдайдың хәлсізлігі адамның күшінен анағұрлым құдіретлірек. Туысқанларым, Құдай тарапынан шақырылған уақытыңызда кім болғаныңызды еске түсіріп көріңдер. Адамның көз қарасы бойынша араңызда даналар да, билікке ие адамлар да, ақ сүйек адамлар да көп емес еді. Бірақ Құдай даналарды ұятқа қалдыру үшін дүния ақылсыз деп санаған адамларды, күшлілерді ұятқа қалдыру үшін дүния хәлсіз деп санаған адамларды таңлады. Ол және де дүния ахметлі деп санағанларды арзымас қылу үшін дүния шығысы төмен, пәс һәм ахметсіз деп санағанларды таңлады. Құдай бұны өзінің алдында ешбір адам мақтанбауы үшін істеді. Бірақ сіздер өміріңіздің тикары болған Құдай себеплі Масих Иса менен қарым қатынасқа иесіз. Масих біздер үшін Құдайдың даналығы болып, біздерді ақлап, мұқаддес қылды, һәм күнәларымыз үшін төлем төлеп құтқарды. Солай етіп, мұқаддес жазуда айтылғандай: Мақтана тұғын адам иеміз бенен мақтансын. Коринфлілерге жазылған 1-ші хат, 2-ші бап. Туысқанларым, мен сіздерге барып, Құдайдың сырын жариялағанымда, шешен сөздер ямаса артықмаш даналық қолданбадым. Себебі араңызда болған уақытымда тек Иса Масихқа һәм оның атанақ ағашқа шегеленуіне ғана айрықша диққат аударуға қарар еттім. Мен сіздерге хәлсізлік, қорқыныш һәм қатты дірілді менен бардым. Сөйлеген сөзім һәм айтқан уазым адам ақылының сендіруші сөздеріне емес, ал мұқаддес рухтың өз құдіреті менен көрсеткен дәлеліне тикарланған еді. Менің бұндағы мақсетім сеніміңіздің адамның ақылына емес, ал Құдайдың құдіретіне тикарлануы еді. Дегенменен біздер рухи жетіскен адамлар арасында дана сөздер сөйлейміз. Бірақ бұл даналық осы дүнияның һәм оның өткінші хүкімдарларының даналығы емес. Біздер Құдайдың жасырын һәм сырлы болған даналығы хақында сөз етіп атырмыз. Құдай дүнияны жаратпастан бұрын оны біздердің даңққа ерісуіміз үшін арнап қойған еді. Бұл даналықты осы дүниядағы хүкімдарлардың ешбірі түсінбеді. Егер түсінгенде, ұлы иемізді атанақ ағашқа шегелемеген болар еді. Мұқаддес жазуда айтылғандай: Көз көріп, құлақ есітпеген, адамның ойына кіріп те шықпаған нәрселерді Құдай өзін сүйетіғынлар үшін таярлап қойыпты. Бірақ Құдай бұны біздерге өзінің мұқаддес рухы арқылы ашып берді. Өйткені мұқаддес рух һәмме нәрсені, хәтте Құдайдың терең ой пікірлерін де біледі. Адамның ойларын оның ішіндегі рухтан басқа кім біле алады? Сол сияқлы Құдайдың ой пікірлерін де оның мұқаддес рухынан басқа ешкім біле алмайды. Құдайдың біздерге берген мейірімлі сыйларын білуіміз үшін біздер бұл дүнияның рухын емес, ал Құдайдың рухын қабыл еттік. Біздер бұл сыйлар хақында адамның ақылы үйреткен сөздерменен емес, ал мұқаддес рух үйреткен сөздерменен сөйлейміз. Яғни, рухи нәрселерді рухи сөздерменен түсіндіреміз. Өз табиаты бойынша жасайтұғын адам Құдайдың рухы беретұғын нәрселерді қабыл етпейді. Себебі ол бұларды ақымақлық деп санайды.
оларды тек мұқаддес рухтың жәрдемінде түсіну керек болғанлықтан, ол түсіне алмайды. Мұқаддес рухқа бойсынатығын адам, мұқаддес рух тарапынан берілген әмме нәрсені түсіне алады. Бірақ оны мұқаддес рухқа бойсынбайтығын адамлар түсіне алмайды. Жаратқан иеміздің ойындағысын кім біле алады? Оған кім ақыл бере алады? Бірақ біздер Масихтың ақыл ойына иеміз. Коринфлілерге жазылған 1-ші хат, 3-ші бап. Туысқанларым, мен сіздерге мұқаддес рухқа бойсынатығынларға сөйлегендей, сөйлей алмадым. Мен сіздерге күнәкар табиатқа бойсынатығынларға, яғни Масих пенен болған қатынаста елі көдеклік дәрежесінде болғанларға сөйлегендей, сөйледім. Мен сіздерге күшлі ауқат емес, ал сүт бердім. Өйткені сіздер елі күшлі ауқатты жеуге әзілік қылатығын едіңіз. Хәтте, әзір де оны жеуге әзілік қыласызлар. Себебі сіздер елі де күнәкар табиатыңызға бойсынасызлар. Араңызда қызғаншақтық һәм тартыслардың болғаны, сіздердің күнәкар табиатыңызға бойсынып, сенбейтұғын адамлар сияқлы жасап атырғаныңызды көрсетпей ме? Біріңіз, мен Павелге тиіслімен, басқа біріңіз, мен Аполлосқа тиіслімен десе, сіздер сенбейтұғын адамлар сияқлы болып қалмайсызлар ма? Олай болса, Аполлос кім? Павел кім? Аполлос һәм мен сіздердің тек сенімге келуіңіз үшін қойылған Құдайдың қызметкерлеріміз ғана. Иеміз әр бірімізге қызмет тапсырған. Тұқымды мен ектім, Аполлос суғарды, бірақ егінді Құдай өсірді. Солай етіп, еккен адам да, суғарған адам да ахметлі емес. Ал егінді өсірген Құдай ахметлі. Еккен адам менен суғарған адамның мақсеті бір. Олардың әр бірі өз минетінің хақысын алады. Біздер Құдай менен бірге іслейміз. Ал сізлер Құдайдың атызы һәм имаратысыз. Құдайдың өзіме берген мейірімі менен мен ұста құрушы сияқлы тикар салдым. Басқалары ұсы тикардың үстіне имарат салмақта. Бірақ әр бір адам қалай салып атырғанына дыққат аударсын. Өйткені ешбір адам салынған тикардан басқа, яғни Иса Масихтан басқа бір тикар сала алмайды. Осы тикардың үстіне адамлар алтыннан, күмістен, хасыл таслардан, ағаштан, пішеннен ямаса сабаннан имарат салады. Дегенменен, әр бір адамның істеген ісі ақыр заманда ашылып, отта белгілі болады. Себебі әр бір адамның ісінің қандай екенлігін от сынап береді. Кімнің салғаны отқа шыдаса, ол сыйлық алады. Ал шыдамай жанып кетсе, зиян көреді. Оның өзі құтылады. Бірақ оттың ішінен қашқандай болып құтылады. Өздеріңіздің Құдайдың ибадатханасы екеніңізді, һәм Құдайдың рухы ішіңізде жасап атырғанын сізлер хақиқаттан да білмейсіздер ме? Егер кім-де-кім Құдайдың ибадатханасын бұзса, оны Құдай ұрады. Өйткені Құдайдың ибадатханасы мұқаддес, һәм сол ибадатхана сізлерсіз. Ешбір адам өзін өзі алдамасын. Егер араңыздағы біріңіз өзін бұл дүнияның көз қарасы бойынша данаман деп есапласа, Құдай нәзерінде дана болуы үшін бұл дүнияның көз қарасы бойынша ақылсыз болсын. Себебі бұл дүнияның даналығы Құдай нәзерінде
ақылсызлық болады. Мұқаддес жазуда айтылғандай, ол даналарды олардың хилелері менен қолға түсіреді. және де Даналардың ой пікірлерінің пүш екенлігін иеміз біледі. деп жазылған. Сондықтан ешбір адам адамлар менен мақтанбасын. Өйткені әммесі сіздерге тиіслі. Павелде, Аполлоста, Кифада, дүнияда, өмір һәм өлімде, әзіргі һәм келешек заманда әммесі сіздерге тиіслі. Сіздер Масихқа тиіслісіз, ал Масих Құдайға тиіслі. Коринфлілерге жазылған 1-ші хат, 4-ші бап. Солай етіп, адамлар Масихтың елшілері болған біздерді Масихтың қызметшілері һәм Құдайдың сырларын аян етуші қызметкерлер деп есапласын. Ал қызметкерлерден талап етілетұғын ең басты нәрсе садықлық. Мені сіздердің ямаса басқа адамлардың қалай хүкім етуі мен үшін ахметлі емес. Әтте, мен өзімді хүкім етпеймін. Себебі менің хүжданым таза. Бірақ мен осы себептен ақланбайман. Мені хүкім ететұғын иеміздің өзі. Сондықтан иеміз келуге дейін, белгіленген уақыттан бұрын ешбір нәрсені хүкім етпеңдер. Ол қараңғылықта жасырылған нәрселерді жақтыға шығарып, адамлардың кеуілеріндегі ниетлерін ашып көрсетеді. Сонда әрбір адам Құдайдан өзіне лайық мақтау алады. Туысқанларым, алдында айтылғанларды түсінуіңіз үшін мен өзімді һәм Аполлосты мысал етіп көрсеттім. Бұны мен Мұқаддес жазуда айтылғанлардан шетке шығып кетпеуді, біздерден үйренуіңіз үшін һәм еш қайсыңыз бір адамды екінші адамнан жоғары қойып, менсіп кетпеуіңіз үшін істедім. Ешкім сені басқалардан үстін қылып қойған жоқ қо. Сенің Құдайдан алмаған нәрсең бар ма? Құдайдан әммесін алған болсаң, оннан алмағандай болып, мақтанғаның қалай болғаны? Сізлер енді кереклі әмме нәрсеміз бар деп ойлайсызлар. Сізлер байып кетіпсізлер. Біздерсіз патшалық етпектесізлер. Қане енді сізлер хақиқаттан да патшалар болсаңыз, сонда біздер де сізлер менен бірге патшалық етер едік. Менің ойымша, Құдай біз елшілерді ең ахметсіз адамлар қылып, һәм менің көз алдына шығарды. Біздер өлімге хүкім етілген адамлар сияқлы болғанымыз себеплі, періштелер ұшында, адамлар ұшында, яғни бүткіл дүния үшін бір тамаша болдық. Дүнияның пікірі бойынша, біздер Масих үшін ақылсыз, бірақ сізлер Масих пенен қатынаста болып, ақылы болдыңлар. Біздер әлсізбіз, бірақ сізлер күшлісіз. Сізлер хүрметлі адамларсыз, бірақ біздер іззетсіз адамлармыз. Біздер осы уақытқа дейін ашлыққа һәм шөлге шыдап келеміз. Жалаңашпыз, таяқ жейміз, үй жайсыз сергізданбыз. Өз қолларымыз бенен ауыр минет істейміз. Біздерді нәлетлегенлерге жақсы тілек тілейміз. Қудалансақ шыдаймыз. Масқаралағанда мүләйімлілік бенен жауап береміз. Осы уақытқа дейін дүнияның сыпырындысы, бүткіл адамзаттың тасландысы болдық. Бұларды сізлерді ұялту үшін емес, ал сүйіклі балаларым болған сізлерді ақылландыру үшін жазып атырман. Өйткені Масихтың жолын үйрететұғын мың-мыңлаған ұстазыңыз болса да, әкеңіз біреу. Масих Иса менен қатынаста болуыңыз үшін
sizlerge koş habardı jaryalauım arkalı men sizlerдің әкеңіз болдым. Сол себептен sizlerden өтініш етемен. Меннен өрнек алыңлар. Иемізге садық болған сүйіклі балам Тимофейді осы мақсатпенен sizlerге жібердім. Әмме жерде сенушілердің әр бір жәмәтінде берген тәліміме сай болған менің Масихпенен бірге басып өткен жолымды ол sizlerдің есіңізге түсіреді. Мені келмейді деп араңыздағы базыларыңыз менменсіп кетіпті. Бірақ иеміз қалесе жақын арада sizlerге бараман. Сонда менменсіп кеткен сол адамлардың тек сөздерін емес, ал оларда Құдайдың күші бар ма, я жоқ па, соны сынап көремен. Себебі Құдайдың патшалығы сөзден емес, ал Құдайдың күшінен ібарат. Сіздер нені қалейсіздер? Сіздерге таяқ берен барайын ба? Ямаса сүйіспеншілік һәм мүләйімлілік пенен бе? Коринфлілерге жазылған 1-ші хат. 5-ші бап. Сіздердің араңызда бұзықшылық ісленіп атырғаны хақында анық хабарлар бар. Хәтте Құдайға сенбейтұғынлар арасында да ұшыраспайтұғын бұзықшылық ісленіпті. Араңыздағы біріңіз әкесінің хаялы, яғни өгей анасы менен жасайтұғын құсайды. Осылай болса да, сіздер менменлікке беріліп кетіпсіздер. Бұның орнына қайғырып, осындай іс қылғанды араңыздан қуып шығаруыңыз керек емес пе еді? Менің өзім араңызда болмасам да, рухым сіздерменен бірге. Сондықтан өзім араңызда болғандай, осындай істі істегенді хүкім етуге қарар қылдым. Сіздер иеміз Исаның аты менен жиналғаныңызда, иеміз Исаның құдіреті менен менің рухым да сіздер менен бірге болады. Сонда бұл адамның күнәкар тәбиаты набыт болып, рухы иеміз Иса Масих келген күні құтқарылуы үшін оны жәмәәттен қуып шығарып, шайтанға тапсырың. Сіздердің мақтанғаныңыз дұрыс емес. Азғантай ашытқы бүткіл қамырды аштатығынын білмейсіздер ме? Сондықтан сіздер ескі аштқыдан тазаланып, жаңа қамыр болыңлар. Сіздер негізінде ашытқысыз қамырсызлар. Өйткені құтқарылу байрамының қозысы болған Масих біздер үшін құрбанлыққа берілді. Сондықтан ескі ашытқы менен, яғни жауызлық һәм жаманлық пенен емес, ал пәкілік һәм хақиқатлық пенен, яғни ашытқысыз нан менен байрамлайық. Мен өз қатымда бұзықшылық іслейтұғынлар менен қатнаш жасамаң деп сіздерге жазған едім. Дегенменен мен ұлыма бұл дүниядағы бұзық, нәпсіқау, тонаушы ямаса бұтпарас адамларды нәзерде тұтқан жоқпан. Егер олай болғанда, сіздер бұл дүниядан шығып кетуге мәжбүр болар едіңдер. Бірақ өзін сенуші туысқаныңыз бан деп атап тұрып, бұзық, нәпсіқау, бұтпарас, жалақор, мәскүнем ямаса тонаушы болған адам менен қатнас жасамауыңызды, хәтте сондай адам менен бірге ауқат та жемеуіңізді жазған едім. Сенушілер жәмәәтінің сыртындағы адамларды хүкім қылу менің жұмысым емес. Сіздер сенушілер жәмәәтінің ішіндегі адамларды хүкім қылуыңыз керек. Ал сенушілер жәмәәтінің сыртындағы адамларды Құдайдың өзі хүкім қылады. Мұқаддес жазуда айтылғандай, жаман адамды араңыздан қуып шығарыңлар. Коринфлілерге жазылған 1-ші хат. 6-ші бап.
Сізлердің араңыздағы біріңіздің біреуге дауы болса, сенушілер алдында емес, ал суттағы сенбейтұғын адамлар алдында дауласуға қалай батылы барады? Келешекте біз сенушілердің дүнияны хүкім ететұғынын білмейсіздер ме? Егер сізлер дүнияны хүкім ететұғын болсаңыз, кішкене дауларды шешу қолыңыздан келмегені ме? Біздер хәтте періштелерді де хүкім етеміз. Солай екен, тұрмыс іслерін хүкім ете алуымыз да сөзсіз ғо. Солай болса да, тұрмыс іслеріне байланыслы даулар пайда болғанда, сізлер сенушілер жәмәтінде ешқандай абырайға ие болмаған, суттағы сенбейтұғын адамларды төреші қыласызлар ма? Бұларды сізлерді ұялту үшін айтып атырман. Сенуші туысқанларының арасындағы дауларды шешетұғын араңызда бірде-бір ақыллы адам жоқ болғаны ма? Бірақ туысқанға қарсы дауласады. Оның үстіне сенбейтұғынлар алдында дауласады. Негізінде бір-біріңізге қарсы дауыңыздың болуының өзі сіздер үшін қатты ұят нәрсе. Оннан көре нахақлыққа шыдағаныңыз жақсырақ болмас па еді? Тоналғаныңыз жақсырақ болмас па еді? Сіздер оның орнына өздеріңіз нахақлық істеп, біреуді тона батырсыз. Ол да болса, өзіңіздің туысқаныңыз. Нахақлардың Құдайдың патшалығын мирас етіп алмайтұғынын білмейсіздер ме? Алданбаңлар. Бұзықшылық іслеушілер, бұтпаразлар, неке адаллығын бұзушылар, еркекпенен жынысы қатынас жасайтұғын еркеклер, ұрылар, нәпсіқаулар, мәскүнемлер, жалақорлар һәм тонаушылар Құдайдың патшалығын мирас етіп алмайды. Араңыздағы айрымларыңыз осындай адамлар еді. Бірақ сіздер иеміз Иса Масихтың аты менен һәм Құдайымыздың рухы менен тазаландыңыз. Мұқаддес болдыңыз һәм ақландыңыз. Сізлер не істесем де еріклімен дейсіздер. Бірақ һәмме нәрсе де пайдалы емес. Дұрыс, мен не істесем де еріклімен. Бірақ ешбір нәрсе де мені құл қылмауы керек. Ауқат қарын үшін, ал қарын ауқат үшін жаратылған дейсізлер. Дегенменен Құдай екеуін де жоқ қылады. Бірақ дене бұзықшылық үшін емес, ал иеміз үшін жаратылған. Иеміз де денемізге ғамқорлық қылады. Құдай иемізді өлімнен тірілтті. Сол сияқлы, ол біздердің денемізді де өз құдіреті менен тірілтеді. Денелеріңіздің Масихтың мүшелері екенлігін білмейсіздер ме? Масихтың мүшелерін алып, бұзық хаялдың мүшелері қылуға бола ма? Ешқашан. Бұзық хаял менен қосылған адам, оның менен бір дене болатығынын білмейсіздер ме? Себебі мұқаддес жазуда екеуі бір дене болады делінген ғо. Бірақ иеміз менен қосылған адам, оның менен бір рух болады. Бұзықшылықтан аулақ болыңлар. Адамның іслейтұғын басқа барлық күналары денесінің сыртында ісленеді. Ал бұзықшылық іслеген адам өз денесіне қарсы күнә іслейді. Денеңіздің өздеріңіз Құдайдан алған һәм сіздерде жасап атырған мұқаддес рухтың ибадатханасы екенлігін білмейсіздер ме? Сіздер өзіңізге тиісті емессіз. Өйткені Құдай бейбақа төлем төлеп, сіздерді сатып алды. Сондықтан да өз денеңіз бенен Құдайды алғыслаңлар. Коринфлілерге жазылған 1-ші хат. 7-ші бап. Енді сізлер жазған нәрселерге келсек, дұрыс,
Ер адамның хаял менен жақынласпағаны жақсы. Бірақ бұзықшылыққа жол қоймау үшін әр бір ер адамның өз хаялы һәм әр бір хаялдың өз күйеуі болсын. Ер адам өз хаялына деген, хаял да өз күйеуіне деген ерлі зайыплылық вазипасын орынласын. Себебі хаялдың денесі үстінен хаялдың өзі емес, ал күйеуі билік етеді. Сол сияқлы, ер адамның денесі үстінен де ер адамның өзі емес, ал хаялы билік етеді. Ерлі зайыплылық вазипасын орынлауда бір-біріңізден бас тартпаңлар. Тек өз ара келіскеннен соң, өздеріңізді дуа етуге, толық бағышлау үшін ғана уақытша бөлек болыңлар. Өзіңізді тыя алмағаныңыздан шайтан пайдаланып, сіздерді азғырмауы үшін кейін және бірге болыңлар. Бұны бір бұйрық сипатында емес, ал рұқсат сипатында айтып атырман. Барлық адамлардың мен сияқлы жалғыз жасауын қалеймін. Бірақ әр бір адамның Құдайдан алған сыйы бар. Біреулер қожалық болып, неке де жасайды. Екіншілер некесіз жалғыз жасайды. Үйленбегендер менен тұрмысқа шықпағанларға һәм жесір хаялларға айтатұғыным, мен сияқлы жалғыз жасаса, өздері үшін жақсы болады. Бірақ өздерін тыя алмайтұғын болса, үйленсін, ямаса тұрмысқа шықсын. Өйткені жынысы қалеулер себеплі күйіп жанғаннан көре, үйленгені ямаса тұрмысқа шыққаны жақсырақ. Ал некеде болғанларға мен мынаны бұйыраман. Анығырағы мен емес, иеміз солай бұйырған. Хаял адам күйеуі менен ажыраспасын. Егер ажырасса, я күйеусіз қалсын, я өз күйеуі менен жарасын. Ер адам да хаялы менен ажыраспасын. Ал қалғанларға иеміз емес, мен былай деймін. Егер бір туысқанымыздың хаялы сенуші болмаса, бірақ оның менен жасауға разы болса, ол хаялы менен ажыраспасын. Бір сенуші хаялдың да күйеуі сенуші болмаса, бірақ күйеуі оның менен жасауға разы болса, хаял күйеуі менен ажыраспасын. Себебі сен бейтұғын күйеу хаялы себеплі, сен бейтұғын хаял да сенуші күйеуі себеплі Құдайдың панасында болады. Олай болмағанда, балаларыңыз Құдайсыз болар еді. Бірақ енді олар Құдайдың панасында. Бірақ егер сен бейтұғын адам ажырасқысы келсе, ажырассын. Ер ямаса хаял туысқанымыз бұндай жағдайда азат болады. Құдай сіздерді тынышлықта жасауға шақырды. Хей хаял, сен арқалы күйеуің де құтқарылуы мүмкін екенлігін білесен ғой. Хей еркек, сен арқалы хаялың да құтқарылуы мүмкін екенлігін білесен ғой. Әр бір адам иеміздің ол үшін белгіленген жағдайына бойсынып, Құдай оны қандай жағдайда шақырған болса, сондай болып қалсын. Бұны барлық сенуші жәмәәтлерге бұйыраман. Егер кімде-кім сүннетлі болып шақырылса, бұны жасырмасын. Кімде-кім сүннетсіз болып шақырылса, сүннет етілмесін. Сүннетлі болу ямаса болмау ахметлі емес. Ал ахметлісі Құдайдың бұйрықларын орынлау. Кім қандай жағдайда шақырылған болса, сол жағдайда қалсын. Құл болып шақырылдың ба, қапа болма. Бірақ азат болуға мүмкіншілік туылса, оннан пайдалан. Иеміз шақырған уақытта құл болған адам енді иемізге тиесілі азат адам болады. Сол сияқлы, азат болып шақырылған адам да Масихтың құлы болады.
Құдай бейбаха төлем төлеп, сізлерді сатып алды. Сонлықтан адамлардың құлы болмаңлар. Туысқанларым, кім қандай жағдайда шақырылған болса, Құдай алдында сол жағдайда қалсын. Енді қызларға келсек, иемізден оларға байланыслы бұйрық алғаным жоқ. Бірақ иеміздің мейірім шапаатын алған сенімлі адам сыпатында мен өз пікірімді айтаман. Менің ойым бойынша, әзіргі қиыншылықтарға байланыслы адам сол халында қала бергені жақсы. Бір хаялға басың байланған ба, онда ажырасуға ұмтылма. Хаялсызсаң ба, онда өзіңе хаял ізлеме. Дегенменен, егер үйленсең де күнә істемейсің. Егер қыз да тұрмысқа шықса, күнә істеген болмайды. Бірақ тұрмыс құрғанлар өмірде қиыншылық көреді. Мен сіздерді осы қиыншылықтардан сақлауды қалеймін. Туысқанларым, сіздерге мынаны айтуды қалеймін. Уақыт қысқа. Бұннан былай хаялы болғанлар хаялы жоқтай болсын. Жылап атырғанлар жыламайтұғындай, қуанып атырғанлар қуанбайтұғындай, сатып алып атырғанлар иелік етпейтұғындай, дүниядағы затларды пайдаланып атырғанлар пайдаланбайтұғындай болсын. Өйткені бұл дүния өткінші. Мен сіздердің ғам тәшвішсіз болғаныңызды қалеймін. Үйленбеген еркек иемізге қалай жағынсам екен деп, иеміздің іслері хақында ойлайды. Бірақ үйленген еркек хаялыма қалай жағынсам екен деп, дүнияның іслері хақында ойлайды. Сол себептен ол алағада болып жүреді. Күйеусіз хаял, ямаса тұрмысқа шықпаған қыз, денесі менен һәм рухи жақтан мұхаддес болу үшін иеміздің іслері хақында ойлайды. Бірақ тұрмысқа шыққан хаял, күйеуіме қалай жағынсам екен деп, дүнияның іслері хақында ойлайды. Мен бұны мойныңызға бұғау салу үшін емес, ал сізлердің пайдаңыз үшін айтып атырман. Сізлердің еш нәрсеге алаң болмай, иемізге өздеріңізді толық бағышлауыңызды һәм ылайықты түрде жасауыңызды қалеймін. Егер кім өз қызының тұрмысқа шықпағанын ұят деп санаса, қызының жасы да өтіп, тұрмысқа шығатұғын уақыты келген болса, ол адам қалегенін іслесін. Қызын күйеуге берсе де, күнә іслеген болмайды. Бірақ сол адам қызын күйеуге бермеуге қарар етсе, һәм осы ниетінде бек кем тұрып, бұны мәжбүри түрде емес, ал өз еркі бойынша іслесе, жақсы қылған болады. Солай етіп, қызын күйеуге берген адам жақсы қылған болады. Ал күйеуге бермеген адам оннан да жақсырақ қылған болады. Хаял күйеуі тірі уақытында басы байлаулы болады. Күйеуі өлсе, хаял қалеген адамына тұрмысқа шығуға еркі бар. Тек ол адам иемізге тиесілі болсын. Бірақ хаял жесір болып қала берсе, бақыттылырақ болады. Бұл менің пікірім. Һәм менде де Құдайдың рухы бар деп ойлайман. Коринфлілерге жазылған 1-ші хат. 8-ші бап. Енді бұтларға берілген құрбанлықтың көшіне тоқтайық. Дұрыс, һәммемізде білімлі екенлігімізді білеміз. Дегенменен, білім адамды менмен қылады. Ал сүйіспеншілік адамды жігерлендіреді. Адам бір нәрсені білемен деп ойласа, ол елі білуі керек нәрсені білмегені болады. Бірақ Құдайды сүйген адамды Құдай біледі. Ал бұтларға берілген құрбанлық көшін жеуге келсек, хабарымыз бар. Бұт дүнияда негізінде ешқандай ахметке ие емес.
Hem жалғыз Құдайдан басқа Құдай жоқ. Адамлардың ойы бойынша жерде де, аспанда да Құдай деп аталатұғынлар бар. Олар шынында да көп құдайлар һәм иелер бар деп есаплайды. Бірақ біздер үшін тек жалғыз ғана Құдай әкеміз бар. Ол һәмме нәрсенің тикары, һәм біздер ол үшін жасап атырмыз. Және де біздердің тек жалғыз ғана иеміз Иса Масих бар. Һәмме нәрсе ол арқалы жаратылған. Біздер де ол себеплі жасап атырмыз. Дегенменен сенушілердің һәммесі де осындай білімге ие емес. Олардың айрымлары бұл көшті жегенде өздерінің бұрынғы бұтпаразлық әдеті бойынша елеге дейін оны бұтқа берілген құрбанлықтың көші деп есаплайды. Сондықтан олардың хүжданы қиналып, өздерін әпласландық деп ойлайды. Ауқат біздерді Құдайға жақынластырмайды. Біздер жемесек те еш нәрсе жойтпаймыз, жесек те еш нәрсе арттырмаймыз. Бірақ абайлы болыңлар. Бұл азатлығыңыз сенімі хәлсізлердің азғырылуына себеп болмасын. Егер сенімі хәлсіз болған адам алдында айтылған білімге ие болған сенің бұттың ібадатханасында ауқат жеп отырғаныңды көрсе, оның да бұтларға берілген құрбанлықтың көшін жеуге қалеуі туылмай ма? Солай етіп, сенің білімің себеплі бұл сенімі хәлсіз туысқаның набыт болады. Бірақ Масих ол үшін да құрбан болған ғой. Сізлер осы тәрізде туысқанларыңызға қарсы күнә істеуіңіз арқалы, һәм олардың қиналып атырған хүжданын азапқа түсіруіңіз арқалы Масихқа қарсы күнә істеген боласызлар. Сондықтан менің жеп атырған нәрсем туысқанымның азғырылуына себеп болатұғын болса, мен туысқанымды азғырмау үшін еш қашан көш жемеймен. Коринфлілерге жазылған 1-ші хат, 9-ші бап. Мен азат адам емеспен бе? Мен елші емеспен бе? Мен иеміз Исаны көрмедім бе? Менің иеміз үшін істеген минетімнің жемісі сіздер емессіз бе? Мені басқалар елші деп санамаса да, сіздер мені елші деп санауыңыз тиіс. Өйткені сіздер менің иеміздің елшісі екенлігімнің дәлелі сіздер. Мені сынға алып атырғанлардан өзімді былай қорғайман. Сіздерге қылған қызметіміз үшін сіздердің есабыңыздан ішіп жеуімізге хақымыз бар ғой. Басқа елшілер сияқлы, иеміздің туысқанлары һәм Кифа сияқлы, біздер де қасымызға сенуші хаялымызды ертіп жүруге хақымыз бар ғой. Басқа елшілер сияқлы, мен һәм Барнабада күн көру үшін минет етпеу құқығына иеміз ғой. Кім өз есабынан әскерлік қылады? Кім бақ отырғызып, мейвесін жемейді? Кім сүруді бағып, сүрудегі малдың сүтінен ішпейді? Мен бұларды тек адамлардың пікірі бойынша айтып атырған жоқпан. Мусаның нызамында да анық ұсылар хақында айтылған жоқ па? Онда түйек айдаған өгіздің аузын бума деп жазылған ғой. Құдай тек өгізлерді қайғырады ма? Құдайдың қызметкерлері болған біздер үшін айтып атырған жоқ па? Ауа, әлбетте, бұл біздер үшін жазылған ғой. Мысалы, жерді сүрген адам да, түйек айдаған адам да өз үлесін алудан үміт етіп, минет істейді. Араңызда рухи тұқым егіп, сіздерден дүнияға тиесілі затларды орып алғанымыз орынсыз ба? Басқалар сіздерден осы затларды алу құқығына ие болса, біздер олардан да көбірек құқыққа иеміз ғой. Бірақ
Bizler осы hukkumuzdan пайдаланған жоқпыз. Масихтың қош хабарына тосқынлық жасамайық деп, bizler hemmi нәрсеге шыдап атырмыз. Хабарыңыз бар. Ibadатханада қызмет ететұғынлар ibadатханадан ауқат алып жейді. Сіздерге мәлім, құрбанлық шалынатұғын орын әтрапында қызмет ететұғынлар да құрбан етілген нәрселерден өз үлесін алады. Сол сияқлы иеміз де қош хабарды жариялаушылар осы қызметі арқалы күн көрсін деп бұйырған. Бірақ мен бұл құқықларымды ешқашан қолланған емеспен. Маған ұсындай қылынсын деп те жазып атырған жоқпан. Бұндай іслегенімнен көре өлгенім абзалырақ. Мені ұсым мақтанышымнан айыруға ешкімге жол қоймайман. Дегенменен, қош хабарды жариялап атырғаным себеплі мақтануға хақым жоқ. Себебі бұл менің міннетлі вазипам. Қош хабарды жарияламасам, мен хәсірет шегемен. Егер мен қош хабарды өз ықтиярым менен жариялап атырған болсам, онда минетімнің хақысын аламан. Бірақ егер мен оны өз ықтиярым менен емес, ал сеніп тапсырылған міннетлі вазипам сыпатында орлап атырған болсам, онда менің минет хақым қандай болады? Қош хабарды жариялағанымда құқықларымнан пайдаланбай, оны ешейін жариялауым менің минет хақым болады. Мен азат адамман. Ешкімнің құлы емеспен. Бірақ көп адамларды Масихқа алып келу үшін һәм менің құлы болдым. Яхудилерді Масихқа алып келу үшін мен яхудилерге яхуди сияқлы болдым. Мусаның низамының қол астында болғанларды Масихқа алып келу үшін өзім Мусаның низамының қол астында болмасам да, мен оларға Мусаның низамының қол астындағы адам сияқлы болдым. Мусаның низамына жат болған басқа миллетлерді Масихқа алып келу үшін мен оларға Мусаның низамына жат адамдай болдым. Бірақ мен Құдайдың низамына жат адам емеспен. Өйткені мен Масихтың низамының қол астындаман. Сенімі күшсізлердің Масих пенен байлансын беккем қылу үшін мен олардың бірі сияқлы болдым. Еш болмаса айрым адамларды болса да құтқару үшін мен хәммеге хәмме нәрсе болдым. Қош хабары арқалы келетұғын берекеттен үлес алайын деп, мен бұлардың хәммесін қош хабар үшін іслеп атырман. Жарысқа қатнасатығылардың хәммесі жуырғаны менен, тек бір адам ғана сыйлық алатығынын білмейсізлер ме? Сіздер де сыйлық алуыңыз үшін солай жуырыңлар. Жарысқа қатнасатығылардың хәммесі өздерін барлық нәрседен тияды. Олар бұны өткінші тажды алу үшін іслейді. Ал біздер мәңгілік тажды алу үшін әрекет етеміз. Соллықтан мен мақсетсіз жуырған адам сияқлы жуырмайман. Жұдырығымды бекарға сілтеп, хауаны ұрған адам сияқлы болмайман. Ал басқаларға қош хабарды жариялап, өзім ылайықсыз адам болып қалмауым үшін өзімді тыйып, денемді бағындырып атырман. Коринфлілерге жазылған 1-ші хат. 10-ші бап. Туысқанларым, сіздердің мынадан хабарсыз қалуыңызды қалемеймен. Құдай біздердің, яғни яхудилердің ата-бабаларының хәммесін бұлттың жетелеуіменен жүргізіп, олардың барлығын теңізден кешіп өткізді. Олардың хәммесі бұлт астында һәм теңізде суға шомылдыру рәсімінен өткендей болып, Мусаның ізіне ерушілер болды.
Hemmesi Құдай караматлы жол менен берген бірдей ауқатты жеді. Және де, олардың хәммесі Құдай караматлы жол менен берген бірдей суды ішті. Себебі олар өздері менен бірге болған караматлы жартастан су ішкен еді. Бұл жартас Масих еді. Дегенменен олардың көбісіне Құдайдың кеулі толмағанлықтан сүйеклері шөлде қалды. Израиллар сияқлы жаман нәрселерді қалемесін деп, бұл уақиялар біздерге сабақ болуы үшін жүз берді. Олардың айырымлары сияқлы бұтпараз болмаңлар. Өйткені мұхаддес жазуда былай деп айтылған. Халық ішіп жеу үшін отырды. Соңынан орынларынан тұрып, бұтпаразлық ойынына түсті. Олардың айырымлары сияқлы бұзықшылық іслемейік. Осылай іслеп, бір күннің ішінде 23 мың адам набыт болды. Олардың базылары сияқлы иемізді сынамайық. Осылай іслегенлерді жылан шағып өлтірген еді. Олардың айырымлары сияқлы налымаңлар. Осылай іслегенлерді набыт қылушы періште өлтірген еді. Олардың басынан кешкен бұл уақиялар басқаларға сабақ болуы үшін жүз берді. Һәм соңғы заманларда жасап атырған біздерге ескерту болуы үшін жазылды. Сондықтан сенімде бек кем тұрман деп есаплайтұғын адам осындай гүналарды іслеуден сақ болсын. Сізлердің басыңызға һәмме адамлардың басына түсетұғын сынақлардан басқа сынақлар түскен жоқ. Құдай садық, ол күшіңізден артық сынақларға түсуіңізге жол қоймайды. Сынақларға шыдауыңыз үшін, ол сынақлар менен бірлікте олардан шығу жолын да береді. Сондықтан сүйіклі туысқанларым, бұтпаразлықтан қашыңлар. Мен сіздерге ақыллы адамларға сөйлегендей, сөйлеп атырман. Сөздерімді өздеріңіз ақылға салып көріңлер. Иемізді еслеу кешесінде біздер шүкірлік білдіріп ішетұғын жарылқау кесесі арқалы Масихтың қанына шеріклес болмаймыз ба? Сындырып жеген нанымыз арқалы да Масихтың денесіне шеріклес болмаймыз ба? Нан бір болғанлықтан біздер көп болсақ та бір денеміз. Себебі хәммеміз бір нанды бөлсеміз. Израил халқына қараңлар. Құрбанлыққа берілгендерді жеген адамлар құрбанлық шалынатұғын орындағы қызметке шеріклес болмай ма? Енді мен не демекшімен? Бұтқа шалынған құрбанлық айрықша ма? Бұттың қандайда бір ахмиеті бар ма? Яқ, олай емес. Менің айтатұғыным мынау. Бұтқа табынушылар құрбанлықларын Құдайға емес, ал жинлерге береді. Мен сізлердің жинлерге шеріклес болуыңызды қалемеймін. Сізлер һәм иеміздің кесесінен, һәм жинлердің кесесінен іше алмайсызлар. Және де, һәм иеміздің дәстүрханына, һәм жинлердің дәстүрханына шерік бола алмайсызлар. Иемізді қызғандыруға қалай батылымыз барады? Біздер не, оннан күшліміз бе? Сізлер не істесем де еркілімен дейсізлер. Бірақ һәмме нәрсе де пайдалы емес. Не істесем де еркілімен дейсізлер. Бірақ һәмме нәрсе де сенімді жетілістірмейді. Әрбір адам өзінің емес, ал басқалардың пайдасын көздесін. Хүжданыңыздың тыныш болуы үшін базарды сатылатұғын әр қандай көштің қандай көш екенін сорамастан жеңдер. Өйткені жер жүзі һәм жер жүзіндегі бүткіл барлық иемізге тиесілі. Егер сенуші емес бір адам сені ауқатқа шақырса,
һәм сен де баруды қалесең, hüjdanыңның тыныш болуы үшін алдыңа қойылған һәр бір нәрсені сорамастан же. Бірақ біреу саған бұл бұтқа берілген құрбанлықтың көші десе, айтқан адамның хүрметі үшін һәм оның hüjданы үшін ауқатты жеме. Мен hüjдан деп сенің емес, ал басқа адамның hüjданын нәзерде тұтып атырман. Себебі неге менің азатлығымды басқа біреудің hüjданы хүкім етуі керек? Егер мен ауқатты шүкірлікпенен қабыл етсем, мен неге шүкірлік етіп, жеген ауқатым себеплі айыплануым керек? Солай етіп, жесеңіз де, ішсеңіз де, не нәрсені істесеңіз де, һәмме нәрсені Құдайдың даңққа бөленуі үшін істеңлер. Яһудилердің де, греклердің де, Құдайдың жәмәәтлерінің де азғырлауына себеп болмаңлар. Мен де өзімнің пайдамды емес, ал көплердің құтқарылуы үшін олардың пайдасын көздеп, әр бір істе, әр бір адамның кеуілінен шығуға тырысып атырман. Коринфлілерге жазылған 1-ші хат, 11-ші бап. Менің Масихтан өрнек алғаным сияқлы, сізлер де менен өрнек алыңлар. Мені әр бір істе ядыңызға түсіріп, мен сізлерге үйреткен дәстүрлер бойынша іс тұтып атырғаныңыз үшін сізлерді мақтайман. Бірақ мен мына нәрсені де білуіңізді қалеймін. Әр бір ер адамның басы Масих, хаялдың басы күйеуі, ал Масихтың басы Құдай. Жәмәәт жиналысында басын жауып, дуа еткен, ямаса пайғамбаршылық қылған әр бір ер адам өз басын биябырай қылады. Ал басын жаумай дуа еткен, ямаса пайғамбаршылық қылған әр бір хаял өз басын биябырай қылады. Бұндай хаялдың шашын алдырып таслаған хаялдан парқы болмайды. Егер хаял басын жапқысы келмесе, шашын кестіргені жақсы. Бірақ хаял шашын кестіруді, ямаса алдыруды айып деп білсе, басын жабуы керек. Ер адам басын жаппасын, өйткені ер адам Құдайға ұсатып жаратылған, һәм оның даңқын көрсетеді. Ал хаял ер адамның даңқын көрсетеді. Себебі ер адам хаялдан емес, ал хаял ер адамнан жаратылды. Ер адам хаял үшін емес, ал хаял ер адам үшін жаратылды. Сондықтан һәм періштелер себеплі, хаял өзінің билік астында екенін көрсету үшін басын жабуы керек. Дегенменен, иемізге тиесілі адамлардың өмірінде хаял ер адамнан, ер адам хаялдан ғарезлі. Өйткені хаял ер адамнан жаратылғаны сияқлы, ер адам да хаялдан туылады. Бірақ һәммесін Құдай жаратқан. Өздеріңіз ақыл жуыртып көріңдер. Хаялдың Құдайға басын жаппай дуа етуі әдепке жата ма? Мәдениетіңіздің өзі ұзын шаш ер адам үшін ұят екенін, бірақ хаял үшін абырай екенін үйретпей ме? Себебі ұзын шаш хаялға жаулық сыпатында берілген. Бұл хақында тартысуды қалайтұғын адам бар болса, ол білсін. Біздерде де, Құдайдың жәмәәтлерінде де бұннан басқа әдет жоқ. Енді мына жол жорықты беріп атырып, сізлерді мақтамайман. Өйткені жиналысларыңыздың пайдасынан көре зияны көп. Біріншіден, жәмәәтте жиналғаныңызда араңызда бөлінулер бар екенін естіп атырман. Бұған жарым жарты болса да сенемен. Себебі, әлбетте, дұрыс пікір жүргізушілер анықлануы үшін араңызда әр түрлі пікір жүргізуші топарлар болуы тиіс. Сізлер бөлініп тұрып,
iyemizde eslеу кешесін өткізу үшін бірге жиналсаңыз, бұл шын мәнісіндегі iyemizde eslеу кешесі болмайды. Өйткені әр кім өзінің ауқатын басқалардан бұрын жеуге асыққанлықтан, біреу аш қалады, біреу мәс болады. Сізлердің ішіп жеуіңіз үшін үйлеріңіз жоқ па? Құдайдың жәмәәтін пісент етпей, жоқшылықта жасайтұғынларды ұялтқыңыз келе ме? Сізлерге не деймен? Сізлерді мақтайын ба? Яқ, бұл үшін мақтамайман. Сізлерге тапсырған мына жол жорығымды мен иемізден алдым. Қолға ұслап берілетұғын күні түнде иеміз Иса қолына нанды алды да, шүкірлік білдірді. Һәм нанды сындырып, бұлай деді: Бұл сіздер үшін құрбан болатұғын менің денем. Мені еслеп тұруыңыз үшін ұслай еслеп тұрыңлар. Сол сияқлы, кешкі ауқаттан соң кесені алып, бұлай деді: Бұл кесе менің қаным менен бекітілетұғын жаңа келісім. Оны әр ішкеніңізде мені еслеп тұруыңыз үшін ұслай еслеп тұрыңлар. Себебі бұл наннан әр жегеніңізде, һәм бұл кеседен әр ішкеніңізде, иеміз қайта келуге дейін оның өлімі хақында жариялаған боласызлар. Соллықтан кім ылайықсыз түрде иеміздің бұл нанын жеп, кесесінен ішсе, иеміздің денесіне һәм оның қанына қарсы күнә істеген болады. Әр бір адам өзін тексеріп көрсін. Соңынан нанды жеп, кеседен ішсін. Өйткені кім иеміздің денесін пісент етпей, ылайықсыз түрде нанды жеп, кеседен ішсе, өз-өзін Құдайдың хүкіміне душар қылған болады. Сол себептен араңыздағы көплеріңіз хәлсіз һәм аурусыз, өліп қалған адамлар да көп болды. Егер біздер өз-өзімізді тексеріп көргенімізде, Құдай тәрепінен хүкім етілмеген болар едік. Бірақ дүния менен бірге хүкім етілмеуіміз үшін иеміз біздерді жазалап, тәрбиялайды. Солай етіп, туысқанларым, иемізді еслеу кешесін өткізу үшін жиналғаныңызда, бір-біріңізді күтіңдер. Егер кім аш болса, үйінде ауқатланып келсін. Сонда жиналысыңыз Құдайдың хүкіміне ұшырамайды. Басқа мәселелерге келсек, олар бойынша өзім барғанында жол жорық беремен. Коринфлілерге жазылған 1-ші хат, 12-ші бап. Енді рухи сыйларға келсек, туысқанларым, сізлердің бұл хақында хабарсыз қалуыңызды қалемеймен. Сізлерге мәлім, бұтпараз болған уақытыңызда біреу мойныңызға жіп салып, сүйрегендей болып, тілсіз бұтларға табынатұғын едіңдер. Сонлықтан мына нәрсені білуіңізді қалеймен. Құдайдың рухының басқаруында сөйлейтұғын ешбір адам Исаға нәлет жаусын деп айтпайды. Және де тек мұқаддес рух басқаратұғын адам ғана Иса менің ием деп айта алады. Әр қилы рухи сыйлар бар. Бірақ оларды беретұғын мұқаддес рух біреу. Әр түрлі қызметлер бар. Бірақ біздер қызмет ететұғын иеміз жалғыз. Әр қилы іс-әрекетлер бар. Бірақ барлық сенуші адамлардың әр бір ісінде әрекет етуші Құдай жалғыз. Бүткіл сенушілер жәмәәтінің пайдасы үшін мұқаддес рух әр бір сенушіге өз сыйын береді. Мұқаддес рух біреуге ақыл даналық сөздерін, біреуге білім сөздерін. Сол мұқаддес рух біреуге айрықша сенім, біреуге ауруларға шипа беру сыйын, біреуге караматлар көрсету күшін береді. Және де
сол muqaddes ruh birevge paygambarçılık aytu, birevge ruhlarda ayırıp bilүү, birevge başka tillerde söyleu, birevge başka tillerde түсіндірүү sıyın beredi. Bulardın hemmesin iske asırışı bir hem anık sol muqaddes ruh. Muqaddes ruh bul sıylarda öz kalevi boyunca her kimge bölüp beredi. Adamның denesi birew bolgany menen denenin köp müşeleri var. Hem müşeleri köp bolsa da olar bir deneni kuraydı. Masihtin denesi bolgan isenuşler cemaati de sonday. Sebebi bizler kim boluğumuzga karamay, Yahudi bolsak da, Grek bolsak da, kul yamasa azat adam bolsak da, hemmemiz Masihtin denesi boluğumuz üçün bir muqaddes ruh tarafından şomıldırıldık. Kuday bizlerden hemmemizge bir muqaddes ruhtu berdi. Deni bir yemes, al köp müşelerge iye. Yeger ayak, men kol bolmaganım üçün denege tiisli yemespen dese de, ol denege tiisli yemes bolup kalmaydı. Yeger kulak, köz bolmaganım üçün denege tiisli yemespen dese de, ol denege tiisli yemes bolup kalmaydı. Yeger pütkül dene köz bolsa, onda kalay естуге boladı. Yeger pütkül dene kulak bolsa, onda kalay iyiz sezuge boladı. Sonluktan Kuday her bir müşeni denege öz kalevi boyunca jaylastırıp koyuptu. Yeger müşelerдің hemmesi birdiy bolganda, onda deni kayakta bolar edi. Al hakikatında müşeler köp bolsa da deni birew. Köz kolga senin magan keregin жоқ, yamasa basta ayaklarga sizler magan kerek yemezsiz dey almaydı. Kerisinçe, denenin halsizrek көрінген müşeleri ana gurlum ahmetlirek boladı. Denenin itibarsızrak dep sanalgan müşelerini köbrek gamkorluk көрсетеміз. Körüksiz müşelerimizge köbrek sen beremiz. Al körüklü müşelerimiz bugan mütaj emes. Solay etip, Kuday ahmiyetsiz bolgan müşelerimizge ahmiyet berip, denemizдің birligin sakladı. Bunu ol, denede bölünü bolmasın. Al müşeler bir-birini gamkorluk көрсетсін dep isledi. Yeger bir müşe azap çekse, pütkül müşeler birlikte azap çekedi. Bir müşe mertebege yerse, pütkül müşeler birlikte kuanadı. Solay etip, sizler birlikte Masihtin denesisiz. Al her biriniz öz aldığınızga osu denenin müşelerisiz. Kuday senuşler cemaatinde birinçiden elçilerde, ikinçiden paygambarlarda, üçüncüden mugallimlerde, soğunan karamat көрсететуğunlarda, ауруlarga şifa beretuğun sıyga iye bolganlarda, başkalarga jardam berушilerde, жақсы şölkemlestirушilerde, hem başka tillerde söyleytuğunlarda tayinladı. Hemmesi elçi mi? Hemmesi paygambar mı? Hemmesi mugallim mi? Hemmesi karamat көрсетуші mi? Hemmesi ауруlarga şifa beretuğun sıyga iye mi? Hemmesi başka tillerde söyley mi? Hemmesi başka tillerde түсіндіре mi? Yak, olay emes. Birak sizler ollurak sıylarda aluğa umtılыңlar. Endi men sizlerge ең жақсы жолды көрсетемен. Korинflilerge жазылған 1-ші хат, 13-ші бап. Егер мен адамлардың һәм періштелердің тілдерінде сөйлесем де, бірақ сүйіспеншілігім болмаса, онда менің шыңғырлаған мыстан һәм даңғырлаған дәптен парқым болмай қалады. Егер мен пайғамбаршылық құдіретіне ие болсам, pütkül sırlarda bilsem, hem her türlü bilimge iyi bolsam, hatta
тауларды көшіретұғын күшлі сенімім болса да, бірақ сүйіспеншілігім болмаса, онда мен еш нәрсе емеспен. Егер мен бүткіл мал мүлкімді жарлыларға үлестіріп берсем, хәтте өзімді құрбан етіп, денемді отқа жағуға тапсырсам да, бірақ сүйіспеншілігім болмаса, бұннан маған ешқандай пайда жоқ. Сүйіспеншілік сабырлы һәм мейірімлі. Сүйіспеншілік қызғанбайды, мақтанбайды, менменлік қылмайды. Сүйіспеншілік қопаллық істемейді, өз пайдасын көзлемейді, тез ашуланбайды, кек сақламайды. Сүйіспеншілік нақақлыққа қуанбайды, ал хақиқатлыққа қуанады. Сүйіспеншілік һәмме нәрсені көтереді, һәмме уақытта сенеді, һәмме уақытта үміт етеді, һәммесіне шыдайды. Сүйіспеншілік ешқашан таусылып қалмайды, бірақ пайғамбаршылықлар жоқ болады. Басқа тілдерде сөйлеу сыйы тоқтап қалады. Білім де жоқ болады. Өйткені біздердің біліміміз де, пайғамбаршылықларымыз да елі толық емес. Бірақ мінсіз болған толық нәрсе келгенде, толық емес нәрсе жоқ болады. Мен бала болған уақытымда, бала сияқлы сөйлейтұғын, бала сияқлы пікір жүргізетұғын, һәм бала сияқлы түсінетұғын едім. Ал ересек адам болғанымда, мен балаға тән қасиетлерді тасладым. Әзір біздер һәммесін күңгірт айнада көргендей, күмілжі көріп тұрмыз. Бірақ ақырғы уақыт келгенде, жүзбе-жүз көреміз. Әзір мен толық білімге ие емеспен. Бірақ ақырғы уақыт келгенде, Құдай мені толық білгендей, мен де оны толық білетұғын боламан. Солай етіп, мына үш нәрсе мәңгіге қалады: сенім, үміт һәм сүйіспеншілік. Бірақ бұлардың ең баслысы сүйіспеншілік. Коринфлілерге жазылған 1-ші хат, 14-ші бап. Сүйіспеншілік пенен жасауға ұмтылыңлар, һәм рухи сыйларды, әсіресе пайғамбаршылық айту сыйын алуға тырысыңлар. Себебі басқа тілде сөйлеген адам адамларға емес, ал Құдайға сөйлейді. Оны ешкім түсінбейді. Ол мұқаддес рухтың басқаруында сырларды айтады. Ал пайғамбаршылық айтқан адам адамларды беккемлеу, жұбату һәм рухландыру үшін сөйлейді. Басқа тілде сөйлеген адам өзін өзі беккемлейді. Ал пайғамбаршылық айтқан адам сенушілер жамаатын беккемлейді. Мен сіздердің һәммеңіздің басқа тілдерде сөйлеуіңізді қалеймен, бірақ оннан көре пайғамбаршылық айтуыңызды көбірек қалеймен. Басқа тілдер сенушілер жамаатының беккемленуі үшін түсіндірілмесе, онда пайғамбаршылық айтушы басқа тілдерде сөйлеген адамнан артығырақ. Солай етіп, туысқанларым, мен сіздерге барып басқа тілдерде сөйлесем, бірақ сіздерге я Құдайдың аянын, я білім, я пайғамбаршылық сөзін, я тәлім бермесем, онда менің сіздерге қандай пайдам тиеді? Сырнай ямаса дутар сияқлы сес шығаратұғын жансыз нәрселер де анық сес шығармаса, сырнай ямаса дутардың не шерткенін кім түсінеді? Егер Кәрнай ұрыстың басланғанын жариялап, анық сес шығармаса, кім ұрысқа таярланады? Сол сияқлы сізлер де басқа тілде сөйлеп, түсініксіз сөздерді айтсаңыз, сөйлеген сөзіңізді кім түсінеді? Сіздер құры далаға сөйлегендей боласызлар ғой. Дүнияда түрлі тілдер бар, һәм олардың әр бір сөзі өз мәнісіне ие. Дегенменен, егер мен өзіме айтылған сөзді түсінбесем,
söylep turgan adam uşun men jat жерлі adam bolamam. Söylep turgan adam da men uşun jat жерлі adam boladı. Sol sebepten sizler ruhi sıylarda aluğa umtılganыңızda, senuşler cemaatin bekkemleytuğun sıylarda köbrek aluğa tırısınlar. Sonluqtan kim basqa tilde söyleytuğun bolsa, ol özünün aytkanların түсіндіре алуы үшін dua etsin. Өйткені мен басқа tilde dua etsem, ruhum dua etеді. Бірақ мен bunu sana сезімім менен түсінбеймен. Олай болса, мен не істеуім керек? Мен ruhum менен де, sana сезімім менен де dua etуім керек. Ruhum менен алғыс мақтау қосығын айтсам, sana сезімім менен де алғыс мақтау қосығын айтуым керек. Егер сен тек ruhun менен шүкірлік білдірсең, сол жерде тұрған түсінбейтұғын адам сенің білдірген шүкірлігіңе қалай аумин дейді. Дұрыс, сенің шүкірлік білдіргенің жақсы, бірақ бұл арқалы басқа адам рухи азық алмайды. Құдайға шүкір, мен әммеңізден көре басқа тіллерде көбірек сөйлеймін. Дегенменен, сенушілер жәмәтінде басқа тілде 10.000 сөз айтқанымнан көре басқаларға тәлім беруім үшін түсініклі 5 сөз айтқаным абзалырақ. Туысқанларым, ақыл ойыңыз бенен баладай болмаңлар. Жамаллық іслеуде көдек сияқлы, ал ақыл ойыңыз бенен ересек адам сияқлы болыңлар. Мұхаддес жазуда былай делінген. Иеміз бұлай дейді. Жат тіллерде сөйлегенлер арқалы, жат адамлардың ауызлары арқалы бұл халыққа сөйлеймін. Олар сонда да мені тыңламайды. Солай етіп, басқа тіллерде сөйлеу сенушілер үшін емес, ал сенбейтұғын адамлар үшін берілген белгі болады. Ал пайғамбаршылық сенбейтұғын адамлар үшін емес, сенушілер үшін берілген белгі болады. Егер бүткіл сенушілер жамааты бір жерге жиналып, әммесі бірлікте басқа тілдерді сөйлесе, бұл рухи сыйды түсінбейтұғын, ямаса сенуші емес адамлар ішке кіріп, сіздер ақылдан азыпсыз демей ме? Бірақ әмме пайғамбаршылық қылғанда, сенуші емес, ямаса бұл рухи сыйды түсінбейтұғын бір адам ішке кірсе, әмме тәрепінен оның күнәсі ашқара етіліп, ол әмме тәрепінен хүкім қылынады. Солай етіп, оның жүрегіндегі жасырын нәрселер ашылып қалады. Әм ол жерге жығылып, Құдай хақиқаттан да сізлердің араңызда екен деп Құдайға сыйынады. Туысқанларым, енді бұннан қандай жұмақ шығарамыз? Сізлер жиналғаныңызда біріңіз алғыслау қосығын айтасыз, біріңіз тәлім бересіз, біріңіз Құдай берген аянды білдіресіз, біріңіз басқа тілде сөйлейсіз, һәм және біріңіз басқа тілді түсіндіресіз. Бұлардың әммесі сенушілер жамаатының беккемленуі үшін ісленсін. Басқа тілді сөйлегеніңізде 2, ямаса ең көп дегенде 3 адам сөйлесін. Бірақ олар кезекпенен сөйлесін. Басқа бір адам айтылғанларды түсіндірсін. Егер түсіндіретұғын адам жоқ болса, басқа тілде сөйлейтұғын адам жәмәатте үндемесін. Ал өзі жалғыз қалғанда, өзі үшін Құдайға сөйлесін. Пайғамбаршылық айтушылардың да 2 ямаса 3 сөйлесін. Ал басқалар олардың айтқан сөздерін тексеріп көрсін. Отырған басқа бір адамға сол уақытта Құдайдан аян берілсе, сөйлеп тұрған пайғамбаршылық айтушы адам үндемей қалсын. Жәмәаттегі әр бір адамды үйретіп, әр бір адамға жұбаныш беруіңіз үшін
hemmeniz gezek benen paygambarçılık aytuğunuzga boladı. Paygambarçılık aytuu sıyı, paygambarçılık aytuuşı adamlar tarafından baskarladı. Sebebi, Kuday tertipsizlik Kudayı emez, al tınışlık Kudayı. Barlık senuşlerдің cemaatlerinde bolğanı siyaqlı. Sizlerдің cemaatinizde de hayallar jinalslarda үнdemesin. Olardың söylevine ruhsat yetilmegen. Musa'nın nizamında aytılganday, olar boysunuğu kerek. Eger olar bir narseni үйренбекшi bolsa, үйde kiyevlerinden sorasın. Öйткені hayaldың cemaat jinalsında söylegeni ayıp boladı. Kudayдың sözü sizlerden çıkıp, tek жалғыз sizlerge жетip bardı mı? Eger kimde kim özün paygambar yamasa ruhi jetik adam dep sanasa, sizlerge жазып atırgan бұл sözlerimnin iyemizдің buyruğu ekenin bilsin. Al kimde kim bulardı kabul almasa, onun özü de kabul alınbaydı. Solay etip, tuğskanlarım, paygambarçılık aytuğa umtılыңlar. Başka tillerde söylevge tosqulluq jasamаңlar. Birak, hemmesi de edep, hem tertip bilen islensin. Korinflilerge жазылған 1-ші қат, 15-ші бап. Туысқанларым, мен sizlerge жариялаған қош хабарды есіңізге түсіруді қалеймен. Sizler onu kabul еттіңлер, hem onun tikarında сеніміңізді беккемлеп атырсызлар. Егер sizler мен өзлеріңізге жариялаған осы қош хабарды сенім менен беккем тұтсаңыз, ол арқалы құтқарыласыз. Болмаса, бекарға сеніп жүрген боласызлар. Өзім алған ең ахметлі нәрсені мен sizlerге жеткізген едім. Яғни, muhaddes жазулар бойынша Масих bizlerдің günalarımız үшін өлді. Және де muhaddes жазулар бойынша ол қабірге қойылды. Hem 3-ші күні өлімнен қайта тірілді. Ол Кифаға, кейін 12 шәкіртіне көрінді. Соңынан бір уақыттың өзінде 500-ден аслам сенуші туысқанымызға көрінді. Олардың көбісі елі тірі, bazıları қайтыс болды. Bundan соң ол Яқыпқа, кейіннен барлық елшілерге көрінді. Ал ең соңында шала туылған балаға мегзес болған маған да көрінді. Себебі мен елшілер ішіндегі ең арзымағаныман. Құдайдың жамаатын қудалағаным үшін мен елші деп аталуға да ылайықлы емеспен. Бірақ мен хәзір кім болған болсам, Құдайдың мейірімі менен болдым. Оның маған деген мейірімі босқа кетпеді. Мен елшілердің хәммесінен көп минет еттім. Негізінде мен емес, ал менің менен бірге болған Құдайдың мейірімі минет етті. Солай етіп, мен болайын, ямаса басқа елшілер болсын. Біздер осы нәрсе хақында жариялаймыз. Сізлер де осыған сендіңіз. Масих өлімнен қайта тірілді деп жариялап атырған болсақ та, қалай араңыздағы bazı адамлар өлімнен тірілу жоқ дейді. Егер өлілер тірілмейтұғын болса, онда Масих та тірілмеген болады. Масих тірілмеген болса, онда біздердің жариялағанларымыз да сіздердің сеніміңіз де бекар болады. Хәтте біздер Құдай хақында жалған гуалық берген адамлар болып қаламыз. Өйткені біздер Құдай Масихты тірілтті деп гуалық берген едік. Егер өлілер хақиқаттан да қайта тірілмейтұғын болса, онда Құдай да Масихты тірілтпеген болады. Егер өлілер тірілмейтұғын болса, онда Масих та тірілмеген болады. Масих тірілмеген болса, онда сіздердің сеніміңіз бекар болады. Hem sizler елі günalarınыздың билігі астында жасап атырған боласызлар. Олай болса, Масихқа тиесілі болып
dünyadan өткен адамlar da nabıt bolgan boladı. Егер bizler tek бұл dünyadağı ömrümüzde gana Masih'tan ümit yetetugun bolsak, onda bizler hemme adamlar işindeki en ayanışlı adamlar bolganımız. Birak Masih hakikattan da ölümden kayta tirildi. Ol ölüler işinen birinci bolup tirilüğü arkalı ölülerдің tiriletuğunun dalilledi. Bir adam arkalı ölüm kelgeni siyaklı, bir adam arkalı ölümden tirilüğü keldi. Yağni adam ata menen katnası bolgan pütkül adamzat öletuğunu siyaklı Masih benen katnası bolgan barlık adamlar tirilip ömürge yerisedi. Birak her biri öz gezegi boyunca tiriledi. Ең aldı menen Masih, soğunan Masih kaytıp kelgende, oğan tesili bolganlar tiriledi. Bundan keyin Masih her bir hakimçilikte, her bir beylikte, hem kudretті saplastırıp, patşalıkты akemiz Kudayga tapsırganda, ahır zaman boladı. Sebebi Kuday barlık düşmanların Masih'tin ayağının astına bastırmagança, Masih patşalık yetüğü tiyis. Жоқ kılnatığın soңғы düşman ölüm boladı. Өйткені muqaddес жазуда Kuday barlığın onun ayaklarının astına bastırıp, oğan boysundurdu delingen. Birak бұл barlığın деген sözdün işinde barlığın Masih'ka boysundurgan Kuday nazerde tutulmağanı anık. Barlığı olga boysunganda, ol da barlığın özüne boysundurgan Kudayga boysunadı. Osulay etip, Kuday hemme nerse üstünen толық beylik жүрgüzedi. Eger kayta tirilүү жоқ bolsa, ölüler uşun suğa şomıldırılganlar ne boladı? Ölüler hiç haşan tirilmeytuğun bolsa, adamlar ne sebepten ölüler uşun suğa şomıldırıladı? Және de, bizler ne uşun her saat sayın özümüzde kavp astına koyamız. Tuğuskanlarım, sizlerдің iyemiz Masih İsa menen bolgan baylansыңızды maqtanış yetip, ant işemen. Men her күні ölüm menen yüzbe-yüz uçrasbaqtaman. Eger adamlardың oyı boyunca ölüler tirilmeytuğun bolsa, Efestегі жабайы hayvanlar siyaklı bolgan adamlar menen güresip, ölüm қаупі астында қалғанымның маған қандай пайдасы бар? Eger ölüler tirilmeytuğun bolsa, kelingler, ішіп жеп қалайық, себебі ертең өлеміз ғо. Осылай пікір жүргізетуғын adamlardan aldanıp қалмаңлар. Жаман достар жақсы әдетlerden айырады. Есіңізді жиып, өзіңізге келіңдер. Hem енді қайтып күнә іслемеңдер. Айырымларыңыз Kudayды білмейді. Бұларды sizlerde uyaltу үшін айтып атырман. Birak біреу, ölüler қалай тіріледі? Қандай денеменен келеді? Деп сұрауы мүмкін. Ne деген ақылсызлық? Senin еккен тұқымың өлмесе, көгеріп шықпайды ғо. Sen еккеніңде көгеріп тұрған өсімлікті емес, ал тек тұқымды, бидай ямаса басқа бір өсімліктің тұқымын егесең. Kuday тұқымға өз қалеуі бойынша дене береді. Тұқымлардың hər біріне өз алдына бір дене береді. Тірі жанлардың денесі бірдей емес. Adamlardың денесі басқа, hayvanlardың денесі басқа. Құслардың hem balıklardың денесі басқа болады. Аспан денелері бар, жер денелері де бар. Аспандағы денелердің сұлулығы басқа, жердегі денелердің сұлулығы басқа. Құяштың сұлулығы басқа, айдың сұлулығы басқа, жұлдызлардың сұлулығы басқа. Сұлулығы бойынша жұлдыздан fark қылады. Өлілердің тірілуі де сондай болады. Шіритұғын дене көміледі, бірақ ол шірімейтұғын болып тіріледі. Дене қорлық пенен көміледі, салтанат пенен тіріледі. Хәлсіз болып көміледі, күшлі болып тіріледі.
табиғи дене көміледі, бірақ ол рухи дене болып тіріледі. Табиғи дене бар болғаны сияқлы, рухи дене де бар. Өйткені мұқаддес жазуда былай делінген: Бірінші адам ата тірі жан болды. Ал соңғы адам Иса Масих өмір беруші рух болды. Бірақ бірінші болып рухи дене емес, ал табиғи дене келді. Рухи дене кейінінен келеді. Бірінші адам жерден, яғни топырақтан болды. Екінші адам аспаннан келді. Топырақтан болған адам ата қандай болса, топырақтан болған адамлар да сондай болады. Аспаннан келген Иса Масих қандай болса, аспанға тиесілі болған адамлар да сондай болады. Біздер топырақтан болған адам атаға қалай ұқсайтұғын болсақ, аспаннан келген Иса Масихқа да солай ұқсайтұғын боламыз. Туысқанларым, менің сіздерге айтып атырғаным мынау: біздердің ет пенен қаннан ібарат болған табиғи денеміз Құдайдың патшалығын мирас етіп ала алмайды. Шіріп кететұғын денеміз мәңгілік өмірге ерісе алмайды. Енді мен сіздерге бір сырды ашып бермекшімен. Біздердің әммеміз шетімізден өлмейміз, бірақ әммеміз өзгереміз. Бірден көзді ашып жұмғанша, соңғы карнай шалынғанда өзгеріп кетеміз. Ауа, карнай шалынғанда өлген сенушілер шірімейтұғын денеде тіріледі. Тірі болған біздер де өзгеріп кетеміз. Себебі біздердің бұл шірейтұғын һәм өлетұғын денеміз шірімейтұғын һәм өлмейтұғын дене болып өзгеруі тиіс. Шірейтұғын һәм өлетұғын денеміз шірімейтұғын һәм өлмейтұғын болып өзгерсе, мұқаддес жазуда айтылған мына сөздер іске асады: Өлім жоқ етілді, ол жеңілді. Ей өлім, жеңісің қане? Ей өлім, улы инең қане? Өлімнің улы инесі күнә. Күнә өз күшін мұқаддес низамнан алады. Бірақ Құдайға шүкірлер болсын, ол біздерді иеміз Иса Масих арқалы жеңіске ерістіре береді. Солай етіп, сүйіклі туысқанларым, тай салмай беккем тұрыңлар, һәм иеміздің қызметінде бәрхолла ғайратлы болыңлар. Өйткені иеміздің жолында еткен қызметіңіздің босқа кетпейтұғынын білесіздер. Коринфлілерге жазылған 1-ші хат, 16-шы бап. Енді сенушілерге берілетұғын ақшалай жәрдемге келсек, сіздер де бұны Галатиядағы сенуші жәмәтлерге тапсырғанымдай іслеңдер. Әр екшембі күні әр біріңіз өз жағдайына қарап, ақшаны бөлек жинап қойсын. Сонда мен сіздерге барғанымда, ақшаны жинап жүрудің зәрурлігі болмайды. Сіздерге барғанымда, берген садақаларыңызды апаруға кімлерді ылайықлы көрсеңіз, мен сол адамларға қатлар беріп, Иерусалимге жіберемен. Егер менің де кетуім керек болса, олар менің менен бірге кетеді. Мен сіздерге Македония арқалы бараман. Себебі мен осы үлке арқалы жүрмекшімен. Қасыңызда бір қанша уақыт қалуым, әтте сіздер менен қысты да бірге өткізуім мүмкін. Соннан кейін, мен қай жерге кете жақ болсам да, сіздер маған жәрдем етерсіз. Мен бұл сапары сіздерді жол жөнекей көріп кетуді қалемеймен. Егер иеміз рұқсат етсе, сіздер менен бірге бір қанша уақыт қалудан үміт етемен. Бірақ мен Ефесте 50-ші күні байрамына дейін қала жақпан. Өйткені бұл жерде өнімлі минет етуім үшін маған кең жол ашылды. Дегенменен маған қарсы шығып атырғанлар да көп. Тимофей сіздерге барғанда араңызда қауіпсіз жүруі үшін көз құлақ болыңлар. Себебі ол да
men siyahlı iyemizge қызмет етеді. Сонлықтан оны ешкім пәс көрмесін. Менің қасыма келуі үшін оны аман есен шығарып салыңлар. Өйткені мен туысқанларымызбенен бірге оның келуін күтіп отырман. Туысқанымыз Аполосқа келсек, туысқанларымызбенен бірге сізлерге баруын оннан көп өтінген едім. Бірақ ол әзір сізлерге баруды еш қалемей атыр. Қолайлы жағдай туылғанда ол сіздерге барады. Сергек болыңлар, сенімде беккем тұрыңлар. Мәрт һәм жігерлі болыңлар. Әр бір нәрсені сүйіспеншілікпенен іслеңлер. Ахая өлкесінде бірінші болып ісенген, һәм өздерін ісенушілердің қызметіне бағышлаған Степанның қожалығын білесіздер. Сізлерден өтініш, туысқанларым, сізлерде осындай адамларға һәм олар менен бірге минет ететұғын адамлардың һәммесіне бойсыныңлар. Мен Степанның, Фортунатустың һәм Ахаиктың келгеніне қуанышлыман. Олар сізлердің орныңызды басып, сізлердің жоқлығыңызды ұмыттырды. Олар менің рухымды да, сізлердің рухыңызды да көтерді. Бұндай адамлардың қадірін біліңдер. Азия өлкесіндегі жәмәәтлер сізлерге сәлем айтып атыр. Акила менен Прискила һәм олардың үйіндегі сенушілер жәмәәті иеміз бенен қатынаста болған сізлерге көп сәлем айтып атыр. Осы жердегі барлық туысқанлар да сізлерге сәлем айтып атыр. Бір-біріңізді мұқаддес поса менен сүйіп сәлемлесіңдер. Мен, Павел, бұл сәлемнаманы өз қолым менен жазып атырман. Иемізді сүймейтұғын адамға нәлет болсын. О, иеміз, келе көр. Иеміз Исаның мейірімі сіздерге яр болсын. Мен сіздердің һәммеңізді Масих Исаның сүйіспеншілігі менен сүйемен. Аумин.